Кешір қадірлі көрмен, эфирде уәде жобасы және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Біздің жобаның негізгі мақсаты бұл үкімет басшыларының, әкімдер мен мемлекеттік орган жетекшілерінің халыққа берген уәдесі мен президент тапсырмасының орындалуына байланысты сұрақтарға жауап алу. Бүгін бізге уәде беруге Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов келді. Қош келдіңіз, Асайын мырза. Астанаға қош келдіңіз. Асайын мырза, жалпы қазір енді біз көріп отырмыз, 10 өңірде, 10 облыста президент арнайы тапсырма берді. Су тасқыны орын алуда, шын айту керек, бұл еліміз үшін негізінде шын мәнінде күтпеген жағдай болды, ашығын айту керек. Жалпы Павлодар өңірі су тасқынынан қалай өткеріп жатыр? Қазіргі уақыттағы ахуалы қандай? Бүгінгі күні жағдай тұрақтандырылды, толықтай. Сіздерде ертіс өтеді ғой, ең ірі өзеннің бірі Қазақстанда. Екінші кезеңі бар, оның су тасқынның. Бірінші жаңағы қарғын су, ол өтті деп айтуға болады, толықтай. Президенттің тапсырмасына сәйкес залдаларды толықтай біз төлем ақысын өтедік. Және де жалпы зардап шеккен 124 жаңағы жеке меншік үйлердің толықтай залдаларын төледік. Төледік дегенде бұл мемлекеттің бөлген өтемақысы ма, жоқ әлде әкімдіктің жергілікті бюджеттің ба? Біріншіден ол жергілікті бюджеттік емес, үкіметтік емес, бұл толықтай демеушілердің қорынан, қаражатынан өтелді. Одан басқа мен айтып кетейін дегенім 5 үй ғана бізде жаңағы апаттық жағдайда деп белгіленді. Ол үйлерді біз құрылысын бастадық, ол үйлердің 5 үйдің. Құрылысын бастап кеттіңіздер ме? Өткен аптада бастап кеттік. Екіншіден енді бізде қазір екінші кезең бар, ол ертістің үлкен су келуі. Ол мына Бұқтарма мен жаңағы Шүлбі су қоймаларынан су тасталады. Қауіп бар ма? Жалпы қауіпті біз төмен деңгейде деп санаймыз. Негізі дайындық жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Су бізге үлкен су сәуірдің 25-нен кейін келеді. Мал шығындары орын алды ма? Жоқ, бізде бір жан мал шығыны болған жоқ, шүкір. Жаңағы 5 үйді қанша уақытта бітіресіздер? Маусым айының аяғына дейін бітіреміз деп көздеп отырмыз. Уәде бересіз? Иә, уәде берем. 2020 жылдан бастап енді сіз Павлодар облысының әкімдіктерінде қызмет етіп келесіз. Облыс әкімінің орынбасары болдыңыз, қала әкімі болдыңыз, енді міне облыс әкімісіз. Сіздің қызметтегі жолыңыз Павлодар облысын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бар. Білетін шығарсыз? Иә, әрине. Осы жоспарын жазуға өзіңіз қатыстыңыз ба? Әрине, облыс әкімі орынбасары ретінде, одан кейін қала, облыс орталықтың әкімі ретінде, енді қазір әрине осы өңірдің әкімі ретінде менің бір басты жұмысында қолданатын құжаттардың біреуі. Облысты енді дамытудың 21-25 жылдарға арналған жоспарын іске асыру туралы есептің 2020 жылғы кезеңінде орындалу тиісті жұмыстар толық атқарылды ма? Иә, 2023 жыл көзделген барлық жоспарлар негізі толығымен орындалды. Оның ішінде бірақ қана жоспар кейінге қалғаны, ол облыс орталығындағы ертіс өзенінен өтетін үлкен көпірдің басталуы, құрылысы басталуы. Жаңа көпірдің құрылысы. Ол неге орындалмады? Оның енді біріншіден жобалық сметалық құжаттама мен мемлекеттік сараптаманың кешігуіне байланысты. Ол үкіметтің жауапкершілігінде ма? Иә, ол көлік министрлігінің жауапкершілігінде. Неге тежеген? Енді ол жерде жаңағы жобалық сметалық құжаттамаларға өзгерістер енгізілді. Біріншіден көпірдің... Қаражат бойынша ма? Қаражат бойынша өзгерістер ме? Қаражат пен арзандату бойынша. Жаңағы тым қымбат болып, бірінші жобамен қымбат болып шықты. Екінші өзгеріс ол жаңағы конструкциясын өзгерту. Кішірейттіңіздер ме сонда? Жоқ, оны алдында көбінесе бетон қолданатын болса, кейіннен көбінесе металды қосатын болды, темірді. Негізі қайсысы дұрыс, бетон ба әлде темір? Оны енді мамандар белгілейді ғой. Сондықтан мен ойымша... Сіздер енді басында бетон деп түсіндіңіздер ғой?
Ол жобалық сметалық құжаттаманы жаңағы мына Қазавтожол акционерлік қоғам жасаған жоба еді. Сондықтан біз сарапшылармен ақылдасып, мен ойымша ең бір дұрыс жолын таптық. Құжатта мынадай бір заттар бар. Бәйет ауылында фельдшерлік, акушерлік пункт салу, Құрылысшы ауылында медициналық пункт салу, Ақтоғай ауданы Шілікті ауылында медициналық пункт салу, Железин ауданы Мыңкөл ауылында медициналық пункт салу жұмыстары қазіргі уақытқа дейін бұл орындалмаған екен. Неліктен, неге бұл әлеуметтік аса маңызды объектілер әлі күнге дейін халыққа пайдалануға берілмеген? Яғни бұл да сіздердің даму жоспарларыңызға сәйкес негізі? Иә, бұл басты себебі қаржының жаңағы жоқтығы. Себебі сіз жаңа барлығы орындалды дедіңіз ғой, сол үшін мен нақтылап сұрағым келіп отыр. Жоқ, бұл жоба бойынша мынау 23 пен 24-те отыр жоспарда. Фельдшерлік, акушерлік пункттер жаңағы. Биыл біз 30 сондай фельдшерлік, акушерлік пункттерді салу керекпіз. Оның ішінде бәрі ауылдық жерлерде. Сондықтан осы 30-ның 18-ін мына 25-ші жылы, 12-сін биыл. 12-сін биыл біз толықтай саламыз. Ол жұмыстар осы мамыр айында басталады. Сосын жылдың аяғына дейін аяқталу керек. Ол менің бақылауымда. Ол жалпы қаржының жоқтығына деп қалдыңыз жаңа. Бұл сонда мемлекеттің бюджеттен ба, жоқ әлде жергілікті бюджеттен ба? Жоқ, бұл толықтай үкіметтің бюджеттен, республикалық бюджеттен. Басында сіздер жоспарды бекіткен кезде үкіметпен келісіп бекітесіздер ғой? Әрине, толықтай келісіледі. Бірақ өздеріңіз білесіздер, әртүрлі өзгерістер болады. Бюджеттің қайта қарастыру кезеңінде кейбір кезде қаражатты кейінгіге жылжытады, ондай да жағдайлар болады. Бүгінгі күні мысалы өздеріңіз көріп отырғандай біздің бірінші қатарға шығып отырған су тасқыны, қарғын суға қарсы күресу жұмыстары болса, біразда жоспарлар өзгерістерге салынды. Жалпы мысалға бір пікір қалыптасқан, жалпы солтүстік өңірден, мысалы Павлодар өңірі болсын, солтүстік Қазақстан, Қостанай деген сияқты облыстардан азаматтар жиі көшеді дейді. Мысалы Павлодар облысында миграция сальдосы жоғары екен, Асай мырза. 2022 жылғы дерек бойынша 1858. Бұл ұлттық статистика бюросы 2023 әлі шықпаған енді. Және бұл көрсеткіш 2000 жылдан бері жалпы минус көрсеткішті көрсетіп келеді. Неліктен? Себебін бір анықтап қарадыңыздар ма? Бұл жерде енді бірнеше себеп бар. Бастысы, өздеріңіз білесіздер, біз шекаралас, мына көрші елмен шекаралас өңірлердің біреуіміз. Біздің 1000 шақырым алшықтағы үлкен қалалардың әсіресе көрші мемлекетте 10 миллиондай халық тұрады. Қарым-қатынас экономикалық және де осы ұлтаралық қарым-қатынас өте тығыз. Көп біздің жалпы облыстың халқына қарап отырсақ, бүгінгі күні 56,5% қазақ ұлты болса, қалған міне 43,5% басқа ұлттар болады. Оның ішінде 30% орыс ұлты. Сондықтан ол жерде көшу тақырыбы да бар, ол жерде мәселесі бар. Қандай шаралар қабылдап жатырсыздар жалпы? Жалпы біз оңтүстіктен көші-қон бағдарламасын іске асырып жатырмыз. Онда жыл сайын 3000-нан 5000 адамға дейін біз көшіреміз. Оңтүстіктен көші-қон? Иә, көші-қон. Ол жерде басты мақсат жұмыспен қамтамасыз ету. Өйткені жайдан жай көшіріп, ол жерде келмейді ғой. Біріншіден, екіншіден ол жерде үймен қамтамасыз ету керек. Сондықтан біз екі жаңағы бағытта жұмыс атқарып жатырмыз. Біріншісі үймен қамтамасыз ету, екіншісі жұмыспен қамтамасыз ету. Сонымен тек қана мақсаттанған жаңағы сол көшем, сол жерде жұмыс істеймін деген мақсаттанған адамдарды көшіру біздің басты мақсатымыз. Сол себептен біз мына оңтүстікке барып, басқа облыстар, Қызылорда, Шымкент, жаңағы Түркістан облысына барып, Алматы облысынан жылда 3000-нан 5000 адамға дейін көшіріп жатырмыз. Ал енді ол жерде ең
қиыны бізден мына миграцияны қарасақ, тек қана көрші елге көшкендер ғана емес, бізден Астанаға немесе Алматыға көшкендер де жеткілікті. Ол жерде енді өзіңіз білесіздер, біз мына бәсекелестік қой. Мысалы, аймақ пен аймақ бәсекелеседі. Мына не тақырыпта, мына жұмыс орындарында мына адамның капиталына мысалы күресеміз. Ол үшін біз мына қоршаған ортаны дамыту керекпіз. Қоршаған орта деген адамның жаңағы өмір сүру сапасы, жайлы қоршаған орта, мынау абаттандыру мәселесі, демалыс орындары, сауық орындары деген сияқты орталықтар. Сондықтан оның бәрін жан-жақты біздің өңірлік стратегия оның бәрі ішінде бар. Асай мырза, сіз жаңа өте бір қызық философияны айттыңыз да, ол бірінші кезекте қоршаған орта әсер етеді дедіңіз да. Енді түсінікті. Астана, Алматы қаласында ол жалақы жоғары, сонымен қатар өмір сүретін орта, сапасы, баратын жер, қыдыратын жер, жалпы көңіл күй, мәдениет қаланың барлығы әсер етеді. Павлодар, ашығын айту керек, ең әдемі қалалардың бірі Қазақстандағы. Таза, бірақ менде сұрақ туындайды. Солтүстік өңірде бізде әлі күнге дейін Астана, оңтүстікте қазір Шымкент пен Түркістан болып жатса, батыста Ақтау, Павлодарды сондай бір тартымды қалаға айналдыруға болады ма? Павлодарда ерекше тартылым болатындай, мысалы Шымкенттікіндей туризм немесе сауда немесе жылыжайларды дамытып, соның арқасында халық жаңағындай тарту үшін дәл ондай енді ерекшелігі өкінішке орай жоқ. Бізде түсіну керек, Павлодарда жалпы біздің өңірде 42% бүкіл электро қуаттың бәрі бізде өндіріледі, мемлекеттің, және 60% көмірін біз өндіреміз. Бізде толықтай индустриалдық сондай бір аймақ. Түсінікті, жаңа сіз енді туризмді айтып қалдыңыз ғой, бірақ егер Павлодар дейтін болсақ, онда бірден есімізге мысалы Баянауыл есімізге түседі. Сіз айтып отырсыз, біз жақта бір Шымкент болсын, оңтүстік өңір болсын, ондай бір туристік әлеуеті жоқ дегенде келдіңіз. Бірақ Баянауылдың туристік әлеуеті, мысалға 5-10 жылдан кейін Баянауылды қалай елестетесіз? Себебі Астанадан барып, бұл жерге барып тұратын азаматтарды көп көреміз. Мысалы, өңірде 10 жылдан бері сумен жабдықтау, су бұру мәселесі әлі шешілмеген Баянауылда. Біздегі бар ақпарат бойынша. Өңірге су таситын көліктермен су әкелінеді дейді сол жақтағы кәсіпкерлер. Иә, рас па? Бәрін ақиқатты айту керек қой. Сондықтан бұны ақ пен қараны ажыратайық. Бірден айтайын, расында да Баянауылда мысалы 28 ауыл болса, бүгінгі күні оның 6 ауылында жаңағы орталықтандырылған су құбырлары жоқ. Бірақ олар құрылып жатыр. Құрылысы жүріп жатыр. Қашаннан бері жүріп жатыр? Биыл біз 4-еуін аяқтаймыз, 2-еуі ендігі жылға қалады. Өйткені негізі Баянауылдың өзінің бір ерекшелігі бар. Мен өзім туған жерім, кіндік қамы сіңген жер сол жер. Машқұр Жүсіп ауылында туып өстім мен. Машқұр Жүсіп. Сондықтан Баянауылда сол жерде мектепті аяқтадым. Баянауылда су құбырын салуды оңай нәрсе емес, өйткені жер өте тасты. Басқа жерлерде бізде жердің бәрі құм немесе жаңағында саз болса, Баянауылда гранит немесе тас 5-6 категорияда жаңағы санақтағы грунттар болады, саналады. Сондықтан бұл жерде мысалы Торайғырда болсын, қазіргі күні Торайғырда су құбырын салып жатырмыз. Ол жұмыс кішкене созылды. Өйткені жердің жаңағы су құбырларын салатын жердің асты бәрі тас. Ал тасты жерді бұзып үлкен мамандырылған техниканы қолданатын болсақ, онда жаңағы үйлерге, ескі үйлерге зақым келеді. Оны жаңағы гидромолотпен ұрып, соғып, қатты үлкен техниканы қолдануға болмайды. Бірақ әлемдік практиканы қарасақ, одан да тасты жерлерде, дамыған елдерде су құбырларын тартқан. Тартамыз, біз Торайғырға да тартамыз, бәріне де. Мен ойымша, яғни ол сылтау болуы қой деген пікірді. Ендігі жылы Баянауылдың жаңағы елді мекендерінде бүкілінде осы
ауызсуға қолжетімді болады. Енді Екібастұзды айтпай кетпесек болмайтын сияқты. 2022 жылы қарашада Екібастұз қаласы жылусыз қалды. Жалпы осы апаттан кейін сіз облыс әкімі болып тағайындалдыңыз, қателеспесем. Екібастұз қаласының әкімі Аян Байсекин Екібастұзда жылу желілерінің 90% тозғанын айтқан. Президент былтыр арнайы барып мәселемен танысқан еді. Тиісті тапсырмалар берді. Биыл қала қыстан қалай шықты? Яғни кейбір естіген ақпарат бойынша толық әлі мүлдем жөнделмеген деген пікірлер бар. 9 тамызда былтыр президентіміз Екібастұз қаласына сапармен келді. Оның алдында 2022 жылы осы төтенше жағдай болған сәтте мемлекет басшысы бір қатар тапсырмалар берген болатын. Сол бойынша мен баяндадым сол жерде. Оны 4 бағытта біз жұмыс жүргіздік. Бірінші бағыты жаңағы өзінің жылу орталығын жөндеу, екінші желілерді жөндеу, үшіншісі тұрғын үйлерді қыстық жылыту маусымына дайындау, төртінші бағыт техникалық аудит жасау жылу жүйесіне. Осының 4 бағыттың 4-еуі толықтай орындалды. Тек қана техникалық аудиттің биыл ғана аяқталады, өйткені ол үлкен кешенді жұмыс. Ол жұмысты біз толықтай биыл ғана аяқтаймыз. Ал енді қыс уақыты, қыс мерзімі, жылыту маусымы тұрақты өтті Екібастұз қаласында. Негізі расында да Екібастұз қаласында, Павлодар қаласында және де Ақсу қалаларында жылу желілерінің тозуы жаңағы 86%-дан 90%-ға дейін солай қалыптасқан. Еске алайық, ОАЭК-тің жеке қаржысы 8,2 миллиард теңге, және үкімет резервімен облыстық бюджеттен бөлінген қаражат есебінен 8,5 миллиард теңге. Барлық 10 қазандық агрегаты 5 бу және 5 су жылыту жөнделу жоспарланған екен. Президент үкімет пен облыс әкіміне Екібастұз жылу электр орталығының қызметін қалпына келтіру жұмыстарының сапасы мен мерзімін айрықша бақылауға алуды тапсырған болатын. Бұл жұмыстар орындалып жатыр ма? Аталған 10 қазандық құрылысы басталды ма? Басталса қашан аяқталады? Енді қаражат бөлінді ма негізі? Аталған жаңағы сіз атап өткен тапсырмалар бойынша толықтай бәрі орындалды. Орындалды? Былтыр орындалды. 10 қазандық. 10 қазандықтың 8-і күрделі жөндеуден өтті толықтай, 2 қазандық ағымдағы жөндеуден өтті. Одан басқа желілерден 70 шақырымға жуық желілер жаңартылды. 30% жаңартылған жоқ, сонда? Желілердің негізі ұзындығы 382 шақырым Екібастұзда. Сонда біз жаңартқанымыз жаңағы 25%-ға жетпейді, 23-24%. Әлі де 75% оның желілердің ескі. Сондықтан бұлай айтып өтсек, негізі мақсат қойылған жаңағы тапсырмаға сәйкес, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес желілерді дайындау, мұна жылу беру мерзіміне маусымына, екіншісі жаңағы тұрғын үйлерді дайындау. Сондықтан толықтай біз 23 жылы бірінші қазанда жылыту маусымын бастап кеттік. Содан бастағаннан осы 22 сәуір аяқтаймыз. Жағдай және тек жылыту маусым тұрақты өтті деп айта аламын. Одан басқа былтырғындай, алдыңғы жылдыңдай ешқандай шағымдар немесе осындай жылуды қамтамасыз етілмеген үйлер болған жоқ бізде. Түсінікті. Асай мырза, сіздердің берген мәлімет бойынша, облыс әкімінің берген мәліметіне сәйкес, Екібастұздағы апатты жағдайлардың алдын алу үшін 2 жобаны іске асыру қажет екен. Бірінші жоба ол Екібастұз жылу электр орталығына техникалық судың үздіксіз берілуін қамтамасыз ететін магистралды құбырдың құрылысы. Екіншісі жаңа жылу магистралының құрылысы. Бұл жобалар қай деңгейде? Бұны сұрап отырғаным, премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр үкімет келесі жылдан бастап, яғни осы жылдан бастап аталмыш жобаларды қаржыландыру мәселесін пысықтап жатқанын жеткізген. Скляр қаржыландыру мәселесін шешті ме? Бұл екі жоба былтыр күзде басталды. Іске асыруды қолға алдық біз оны күзде, қыркүйек айында. Қыркүйек айынан бастадық.
бұл жобаларды толықтай осы сәуір айының аяғынан ендігі аптада біз аяқтаймыз. Негізі қыс бойы жүрді. Құрылысы 7-ші жылу магистралі, ол жаңа сіз айтып отырған ұзындығы 6 шақырым. Және де 12 шақырымға жуық ол магистралдық техникалық су құбыры. Олар құбырды магистральда құрылысы аяқталды. Енді оны қазір біз жаңағы қабылдауға, іске қосуға дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оны бүгінгі күні арнайы комиссия қабылдау жұмыстарын ұйымдастырып жатыр. Түсінікті. Енді Павлодар, бұл жаңа өз сөзіңізде де айтып қалдыңыз, бұл өндірістік аймақ деп. Тау-кен сияқты қауіпті салалардағы жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде Павлодар облысының еңбек инспекциясының жұмысын қалай бағалайсыз? Өз жұмысын қаншалықты олар тиянақты атқаруда? Еңбек инспекциясы қаншалықты нәтижелі атқаруда? Түсіндім. Енді жаңа айтып кеткендей, негізі біздің өндіріс секторында 80 мыңнан астам жұмыскер бар. Басқа өңірлерге қарағанда ең үлкен саны бізде шығар. Мен басқа өңірлердің бәрін айта алмаймын, бірақ негізі ең үлкендер алдыңғы қатарда біз. Алдыңғы қатардасыздар. Алдыңғы қатарда. Сондықтан жалпы бізде мына травматизм деп айтады, жаңағы жұмыста алған немесе қаза тапқан жұмыста оның саны мүлдем жоқ деп айта алмаймыз. Сондай оқиғалар бар, өкінішке орай. Жанында шығыны бар, бірнеше өндірісте болды. Бірақ ол толықтай зерттеліп, талдалып, керекті шешімдер әр жаңағы оқиға бойынша керекті шешімдер қабылданды. Менің ойымша көбінесе кімдердің мүддесіне қабылданады шешім? Негізі сот арқылы көбінесе. Бұл жерде мына өнеркәсіптің кінәсі болса. Немесе өздері өнеркәсіптердің жаңағы ірі өнеркәсіптер өздері бағдарламаларын бекітеді. Және де ондай оқиғаларда өздері де бір шұғыл және іс-әрекет жасайды. Мысалы, биыл 4 қаңтарда май қайың алтын, енді білетін шығар сөзіңізде, жерасты кенішінің аумағында сол жерде қызметкерлер автобус тазарту кеңістігіне құлап, салдарынан 2 адам қаза тауып, қалған 2 хабар-ошарсыз жоғалған болатын. Алайда денелері әлі күнге дейін табылмады. Әлі күнге дейін. Шамамен бір 5 айға жуықтады. Қазір іздестіру тоқталды. Неге тоқтады және неліктен денелерді табу мүмкін болмады? Ол оқиға 4 қаңтар күні түнгі сағат 1-ден 21 кеткенде болған орын алды. 4-нен 5-не. Сол күні мен өзім сол жерге бардым, таң атқанда. Бірден біз күн қыс уақыты қараңғы болды, мен келгенде. Күн ашылғаннан кейін барып, жаңағы ойылып кеткен жерге бардық. Сонан 2 мәйітті алып шықтық. 2 мәйітті алып шыққаннан кейін іздестіру жұмыстарын бірден бастап кеттік. Бірақ қауіпсіздікті толықтай қамтамасыз ете алмаған себептен бұл іздестіру жұмыстарды уақытша біз тоқтаттық. Осы уақытша тоқтаттыңыздар ма негізі әлде? Уақытша тоқтатқанын мен түсіндірейін. Өйткені уақытша тоқтатқанның себебі бұл жерде жаңағы ғалымдарды тартып толықтай зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Зерттеу жұмыстары ол жаңағы мына шұңқыр пайда болған жердің қандай қаупі бар. Әрі қарайда оның жаңағы көлемі ұлғая ма, ұлғаймай ма? Өйткені ол шұңқырдың тереңдігі бүгінгі күні 60 метрден асады. Ол жерге түскен құтқарушылардың өмірлеріне қауіп өте жоғары. Сондықтан ертеңгі күні оның мына диаметр деп айтамыз ғой, жан-жағы түсіп кететін болса, мына жаңадан қаза табуы мүмкін ол жерде адамдар. Сондықтан өмірлеріне тәуекел өте жоғары. Сондықтан біз зерттеу жұмыстарын қазір
мына тау-кен саласында істеп жүрген компаниялар зерттеу жұмыстарын жасап жатыр, мамандырылған компаниялар лицензиясымен. Олардың сараптамасы осы сәуір айының не аяғында, не мамыр айының басында шығу керек. Сараптамаға сәйкес олар бізге ары қарай іздестіру, құтқару жұмыстарын жалғастыру бойынша өздерінің кеңестерін беру керек, және де қорытындыларын беру керек. Қандай қауіп бар, ол іздестіру жұмыстарды жалғастыруға бола ма, қай кезден бастап оны бастау керек, сосын қандай жаңағындай қандай технологияны қолдану керек, бұл іздестіру жұмыстарды жалғастыру. Отбасынан кешірім сұрадыңыздар ма? Әрине. Бәрі отбасы, 4 отбасы. Бірінші күні жаңағы мен айтқандай бірден бір тұрғын Екібастұз қаласына, ол жерге мен бірінші күні бара алмадым. Ал Майқайыңдағы жас жігіт қайтыс болған, өзі жасы 25-ке толмаған, 2 кішкентай қалды. Артынан олардың отбасыларымен бірден бардым, жаназасына қатыстым, көңіл айттым. Содан кейін Екібастұз қаласындағы Ташкевич деген семьяға барып мен өзім жолықтым. Оның 2 баласы ерлі-зайыпты тұрмыстағы қызы, және де ұлы Алматыда тұрады. Екеуі де кәмелетке толған жаста. Олар енді екеуі де жұмыс істейді, өздерінің отбасылары бар. Әйелі жоқ, әйелі болмаған, қайтыс болған. Сондықтан оларға не біз толықтай материалдық, жаңағындай қандай да басқа жәрдем көмек көрсеттік. Түсінікті. Енді сол кезде еңбек және әлеуметтік қорғау комитеті бұйрығымен еңбек қызметіне байланысты өлімге әкеп соққан жазатайым оқиғаның себептерін жаңағы сіз айтқан тергеу мақсатында комиссия құрылған екен. Біз қарадық, тергеу қорытындысы бойынша жұмыс берушінің 100% кінәсі бары анықталған. Алайда Майқайың Алтын жазатайым оқиғаға қатысы жоқ екенін айтты. Енді мынадай себептер анықталған екен. Бірінші, ол жаңағы Майқайың Алтын тарапынан тау-кен жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуіне өндірістік бақылау тиісінше жүзеге аспаған. Екінші, қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бұза отырып блоктарды пысықтау кезінде опырылу процесін тиісті деңгейде бақыланбаған. Себебі қазірдің өзінде сіз іздеу процесі қиын деп отырсыз, мысалы, олар соған жұмыс істете берген, сондай іздеу процесі сіздер қиын екен қазір анықтап отырсыздар, мысалы. Үшінші, талапкердің кен қазбаларын пысықтау кезінде қазба бірліктерін, яғни блоктар жетілдіруге арналған жобалары болмаған, әзірленбеген. Бұл енді бұны бір жазатайым оқиға деуге де келмейтін сияқты. Себебі жүйелі құрылымды проблемалардың нәтижесі деп қабылдаймыз ба? Бұл әлде бір расымен де Майқайың Алтын айтқандай бір кездейсоқ аяқ астынан болған жазатайым оқиға деп қабылдаған дұрыс па? Сіз облыс әкімі ретінде қандай пікір білдіресіз? Бұндай жаңағындай пікірді білдіру үшін бұл салада маман болу керек. Сіздерде белгілі алғашқы нелер бар ғой? Бұл комиссияның шешімі. Мен тек қана заңды нұсқаларға жаңағындай қолдана отырып айта аламын өз пікірімді. Комиссияның шешімін айтып беріңіз. Комиссияның шешімі толықтай жөн және дұрыс деп ондай оған мен толықтай сенемін. Екіншісі, Майқайың кентіндегі Майқайың Алтын акционерлік қоғамдық бүкіл жаңағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бүкіл керекті шараларды жасау керек еді. Бұл Майқайың Алтын толықтай зерттеп, жаңадан жаңағы карталарын жасау керек еді. Жасамаған. Толықтай оны жасамаған. Сондықтан бұл жерден де өздеріңіз білесіздер, осындай тау-кен компаниялардың және де осындай жұмыстардың бақылайтын комиссия, инспекция? Инспекциясы бар, инспекция промбезопасности деп айтады. Жаңағы өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін комитет. Бірақ Майқайың Алтынның ары қарайда жұмысы көп, мен ойымша. Енді әрине бұл оқиға болды. Осыдан біз дұрыс бір жаңағындай шешімдерге келу керекпіз. Қандай шешім? Мысалы, енді қараңыз, тағы да бір қосымша ақпаратты айтайын. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 2023 жылғы
екінші тоқсан қорытындысы бойынша өндірістегі жазатайым оқиғалардың 640 жұмыскер зардап шегіп, оның 69 қаза тапқан. Ал республиканың өндірістік аймақтарында жарақат алудың ең жоғары деңгейі сақталуда. Мысалы, мәселен Павлодар облысында 46 адам зардап шеккен. Салыстыру үшін, мысалы, Алматы қаласын алайық, онда 50 адам зардап шеккен. Біріншіден бірден айтып кетейік, 46 адам ол өндірістік. Жоқ, олар зардап шеккен әртүрлі. Біреу, мысалы, саусақ сындырғаннан қайтыс болғанға дейін, бәрін қосқанда. Ал енді әртүрлі, енді жаңағы оның ішінде балғамен де өз саусағын шауып алғандар да бар, мысалы. Ал енді нақты айтатын болсақ, осылай осы өндірістерде болған нақты оқиға, не бір кранның астына түсіп кеткен, немесе бір техниканың астына түсіп кеткен адам, ондай біздің Екібастұз қаласында болды, мысалы. Жаңағы Майкайың кентінде, жаңа айтып Павлодар қаласында біреу ғана, бірақ қана оқиға. Сонда Екібастұзда 2, Павлодар қаласында біреу, Майкайыңда 4 оқиға. Ойламады. Қандай шешімдер қабылданған дұрыс? Жауапкершілігін арттыру керек па? Бұл жерде әр өнеркәсіп негізі жауапкершіліктерін жоғарылату керек. Талапты қатаңдату керек. Талапты қатаңдату керек. Талапты заңды қатаңдату керек. Ол бағытта. Өйткені әрине адамның өмірі ол бағаланбас жаңағындай қазына. Ол ешкімге де жаңағы Айдос марқұм, біз жаңағы 2 мәйітті таба алмадымыз деген, соның біреуі Айдос, оның 5 баласы бар. Өкінішке орай, әрине ол Айдостың орнын ешкім толтыра алмайды. Түсінікті. Енді жеке сіздің ойыңызды білгенге отыр, Асайым мырза. Жалпы еңбек басқармалары кімнің бақылауында болу керек? Мысалы, облыстық әкімдіктердің бе, жоқ әлде еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бе? Кімнің қарамағында болу керек? Мен ойымша, жалпы министрлікте болса, оның ешқандай бүгінгі күні қазір біздің жергілікті билікте. Сіздерде? Бізде де. Министрлікте болса, мен ойлаймын ешқандай кемшілігі болмайды. Яғни қазір министрлікте болған дұрысырақ деп есептейсіз? Иә. Былай ғой, негізі мына бақылау функциялары орталықта болған дұрыс деп ойлаймын негізі. Керемет. Былтыр бізге уәдеге вице-премьер келген, Тамара Дүйсенова, еңбек және сонымен қатар еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова да осы уәде жобасына келді. Олар да енді қателікті мойындап отыр. Тіпті Тамара ханым былай келтірді, 10 жыл бұрын бұл шешім қате болғанын айтты. Яғни олар облыс әкімдігіне берген, және нәтижесінде оқысы мойындады кәдімгідей. Сол кезде біз қате шешім қабылдадық деп. Енді жалпы шенеуніктің біз қателігін мойындайтын жиі көре бермейміз ғой. Дегенше қазір расымен де орталыққа қарай қайтару процесі жүріп жатыр ғой деймін, қателеспесем. 20-шы жылы облыс қанша инвестиция тартты? Жалпы біз 800 миллиардқа тақау инвестиция тартты. 1 триллион теңге инвестиция тартамыз деген болатынсыз. Иә, 1 триллион биыл. Биыл? 24 жылы. Енді біз, бұл мен жеке меншікті айтып отырмын. Жеке меншік. Ал жалпы инвестицияны алсақ 1 триллион. 1 триллион. Мен неге оны былай бөлек санаймын, өйткені не нақты көрсеткіш негізі жеке меншік секторының инвестициясы. Соның негізгі көрсеткіш сонда жеке меншікте, иә? Қанша проценті мемлекетте? 15% мемлекеттік, сіздер тартасыз. 85% жеке меншік. Бұлардың басым бөлігі сол өндіріске арналған инвестиция ма? Иә, өндіріске, ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы мысалы 50 миллиард, 60 миллиард. Ал енді қалған басым бөлігі орташа және шағын бизнес. Одан басқа мынау өндіріс, көбінесе өндіріс. Жеке пікіріңізді бөлгім келеді. Облыс әкімі деген кім ол? Оның қандай жауапкершілігі болу керек? Жеке ойым, біріншіден біз өзіміздің өнерімізде, мен мысалы өз өнерім айтайын, бәріне де мен жауаптымын. Бәріне де. Қандай мәселе туындаса да. Білімнің сапасы болсын, денсаулық сапасы болсын. Негізі біз қалалар мен аудан әкімдеріне былай енді метафорамен айтқанда, мен былай айтам да, мысалы, сіздің ауданыңызға маса кірді ме, сол маса сіздің ауданыңыз шыққанша сіздің масаңызды, аудан әкімінің. Ол қай жерге тоқтады, қай жерде не етті. Енді ол метафора. Иә, теңеу. Ал енді сол секілді маған, мысалы, Грестер, Самрук энергоэнерго болса,
богатырь, самрук жаңағы қазынанікі болса да, бұл жердегі болып жатқан қандай да болсын өзгерістер немесе қандай да болсын жұмыстар, ол менің жауапкершілігім. Ол жерде істеп жатқан жаңағы жұмыс атқарып жатқан қызметкерлер, ол біздің тұрғындар. Сондықтан бәрі де осы облыс әкіміне тікелей жаңағындай облыс әкімінің тікелей жауапкершілігінде. Біз ол жауапкершіліктен қашпаймыз. Жаңағындай ол ауыр жүк, әрине. Оны біз көтере білу керекпіз. Сондықтан енді өзіміздің сауаттылығымызға, өзіміздің тәжірибемізге жаңағындай сүйеніп, бұл жұмысты мен өз басым солай атқарып жатырмын жұмысты. Біз қаңтар кезінде көрдік қой, көп облыс басшылары, тіпті қала басшылары болсын, табылмай қалған кездер болды. Облыс әкімі болсын, қай аудан әкімі, ауыл әкімі болсын, қайсы болса да халыққа жақын болу керек, біріншіден. Халықтың жаңағы өмірімен тек қана экраннан емес, аяғымен жүріп, араласып, солай танысу керек деп ойлаймын. Әрине, бәрін толықтай бір адам жаңағындай біле алмайды, әрине. Оның мамандары болу керек. Сол мамандар дұрыс жаңағындай ақпаратты дұрыс беру керек. Ал енді негізі жалпы былай айтып отырсақ, облыс әкімінің жұмысы қандай жұмыс деп менен кейбір адамдар сұраған еді, негізі. Жұмысын әкем де шешем де мысалы жұмысын қиын шығарды, мысалы. Уайымдай ма әке шешеңіз? Олар уайымдайтыны қасында жүрген адамдардың адал болсын, жаңағындай. Ертең күні сен біреуге сеніп, сені сол жерде жаңағындай отқа салмасын деген сияқты. Ол мен түсінемін, ата-анам, әкем 80-нен асып кетті, анам да 80-ге жақындап қалды. Сондықтан уайымдайды. Менің ойымша, мен айтам да, мамам мен дәрігер. Анам сұрағанда, облыс әкімінің жұмысы қандай жұмыс деймін, мама деймін да, менің жұмысым хирургтың жұмысы сияқты. Неге дейді да? Хирургтың жұмысы сияқты. Өйткені хирург мысалы жаңағында бір қате жіберсе, операция жасап біреуді жаңағында кессе, ашса, ол айта алмайды ғой. Бір сағаттан кейін ойланам, сосын бірдеңесін табам деп. Бір проблема таптым ба, сол жерде шешім қабылдау керек та. Уақытым жоқ, ертең одан ары көрем деп. Сондай жұмыста деймін де. Сондықтан осындайға дайын болсам, мына сипатына байланысты, жаңағы мінезіне байланысты. Әлихан Бөкейханов атамыз жайдан жай айтқан жоқ қой. Халыққа қызмет ету ол білімнен емес, мінезден деп. Мінез керек те, көп нәрседе. Шешім қабылдау үшін. Кейбір кезде мүмкін ол шешім біреулерге ұнамайды. Үлкен жаңа кәсіпкерлерге ұнамайды. Кейбір кезде ұнамайтын шешімдер қабылдау керек болады. Керек. Өйткені мына айтады мемлекет қайраткері жай ғана шенеуніктен айырмашылығы қандай деп. Мемлекет қайраткері бүгінмен емес, болашақпен өмір сүреді. Басыңызға қаншалықты жиі бөлесіз? Бір балаларыңыздың тәрбиесіне уақыт жете ме? Жалпы әкімнің баласы болу балаға ауыртпашылық па? Қанша балаңыз бар? 4 балам бар. Көп балалы әкесі, иә. Қаншалықты уақыт бөлесіз? Оларға қаншалықты ауыр болады әкімнің баласы болу? Шын айтсам, мен жұмысқа кеткенде олар ұйықтап жатады, келгенде ұйықтап жатады. Шын айтсам. Жексенбі күні бөлуге тұрсам. Мысалы, жиі бөлмейтін болып тұрсыз ғой? Шын айтсам солай. Асайым мырза, бұл сұрақ қойып отырған себебім, не үшін қойып отырмын? Жылдың басында Павлодар облысында аудан әкімінің ұлы оқушысы соққыға жыққан туралы ақпарат пайда болды. Тіпті мұрын сындырды делінді. Енді видеода тарады, басқа да шықты. Ол жалпы қай ауданның әкімі, аты жөні кім? Бұл Май ауданының әкімінің баласы. Арасында мына дарынды балалардың лицейінде оқып жүрген ер бала. Сот процесі әрі қарай да жүріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер. Мен енді сот жүргенде мамандандырылған аудандық соты зардап шеккен қыздың анасына да айыппұл салған.
әрине сіз соттың ісіне араласа алмайтыныңыз түсінікті. Бірақ ол сізге тікелей бағынышты адам. Бізде енді қазір заң өзгерді ғой. Иә, әкімді айтамын. Оқиға енді қоғамда қызу талқыға түсті да. Қызу талқыға түсті. Әлеуметтік желіде әкімнің болсаң, саған бәрін жасауға болады деген сөздер айтылды. Сол бойынша әкіммен әңгіме жүрді ме? Бір салиқалы әңгіме болды. Ол қандай салиқалы әңгіме? Тек қана ол әкім емес, басқа әкімдермен де. Барлығымен, иә? Иә, барлығы. Ал енді мен өз балаларыммен алдында сөйлескем. Бүгінгі күні сол туралы айтып отырсаңыз, бірінші кезден бастап ол мен мемлекеттік қызметте болмағанда, қандай да болсын жағдайда ешкімді ұрмау керек. Өйткені қолмен жаңағындай біреуің жеңесің, ақылмен мұның жеңесің. Сондықтан ақылмен шешу керек бәрін. Көп рахмет сізге, Асайын мырза. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов болды. Асайын мырзамен бірнеше аса маңызды мәселелерді талқыладық. Уәде де берілді, уәде де алдық. Ал біздің пікірімізше ең жақсы уәде ол орындалған уәде. Келесі эфирге дейін сәттілік бізбен бірге болсын.